Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қызылша қосылған өте оңай, жылдам дайындалатын, кез келген мерекелік дастарханыңыздың сәнін келтіретін оңай салат дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қажетті заттарымыз қайнатылған қызылша, жүгері, қайнатылған жұмыртқа және шикі картоп қажет болады. Шикі картопымызды осылай үккіштен жақсылап ұзынша етіп өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болған соң салқын сумен 1-2 рет жуып, осылай майлықтарға жайып кептіріп алатын боламыз. Немесе дайын картоп пай сатып алсаңыздар болады. Енді қызылшамызды осы үккіштен жақсылап ұзынша етіп өткізіп алатын боламыз. Міне дәл осылай барлығын өткізіп алдық. Келесі кезекте қайнатылған жұмыртқамызды да дәл үккіштен өткізіп алатын боламыз. Дәл осы рецептпенен менде 2 тарелка салат шықты. Төменде описание бөліміне қалдырып кетемін толық рецепті. Сіздер көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Келесі кезекте жүгерімізді саламыз. Енді картоп пайымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін табамызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, қатты қыздырып, картопымызды аз-аздан сала отырып, осылай қызартып, қуырып алатын боламыз. Енді барлық картоп пайларымыз дайын болған соң, салатымыздың үстіне саламыз, жартысын алып қаламыз, дәміне қарай тұз қосамыз. Және майонезімізді қосып, немесе қаймақпен де араластырсаңыздар жарай береді. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне дайын болған салатымызды тарелкелерге салып аламыз жақсылап. Үстінен алып қалған картоп пайларымызды саламыз. Және жүгерімізді шет-шетіне қойып шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Адам ағзасына да өте пайдалы салат, және мерекелік дастархандарыңыздың көркін ашатын салат, өте жылдам және қолжетімді заттардан жасалынатын салат. Міне салатымыз осыменен дайын болды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видеомды ұнаған болса, өз пікірлеріңізді білдіріп, лайк баса кетіңіздер. Арнамда және қолжетімді заттардан тұратын көптеген рецепттер бар. Қарап шықсаңыздар болады. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.